Hello everyone, welcome back to my blog. And today I'm going to teach you how to pronounce days of the week correctly. It's pretty simple. They all end day. D sound and A. Сәлем достар. Бүгін сіздермен апта күндерін дұрыс дыбыстауды үйренеміз. Өздеріңіз байқағандай, апта күндері day деген сөзге бітеді. Сонда бізде D дыбысы және A дифтонгы бар бұл жерде. Ал егер де қандай да бір тілде A деген дифтонг болмайтын болса, онда A дегеннің орнына сіздер I деп айтуға мүмкіншілік аласыздар. Бірақ, Құдайға шүкір, біз A деген дифтонгты оңай айта аламыз. Сондықтан да біз Monday демей Monday деп айта аламыз. Бірақ екі вариантта дұрыс болып саналады. Бірақ жеке өзім туралы айтатын болсам, мен ешқашанда Monday деп айтпағанмын. Айтпайтын да шығармын ешқашан, өйткені маған онша ұнамайды. Сондықтан да Monday деген дұрыс болып саналады. Ары қарай кеттік. Келесі Tuesday. Келесі Wednesday. Wednesday емес, Wednesday. Келесі Thursday. Міндетті түрде қайталаңыздар. Th деген дыбыс шығу керек бізде. Thursday. Келесі Friday. Келесі Saturday. Егер де Saturday деп айту қиындау болатын болса, британдық ағылшынға салып, сіздер Saturday деп айтсаңыздар болады. Saturday немесе Saturday. Екеуі де дұрыс. Ең соңғысы Sunday. That's it. I hope this video was helpful. And I have a question.